Психологтар мен дәрігерлер жылына 2 мәрте демалған дұрыс дейді. Әсіресе жазғы демалыс адам бойына күш-қуат беріп, ой қабілетті жаңа идеялармен толықтыратын көрінеді. Ал тың идеялар қашанда жаңа шыңдарды бағындыруға өз септігін тигізеді. Әнші Айқын Төлепбергенов жазда жұлқынып жұмыс істеуге кірісіп кетті. Гөлеттап жүріп жазда алған шырылдауық шегірткенің кебін кигісі жоқ. Шоу-бизнестегі кейбір әріптестері сынды да теңіздің жағасында демалуды қаламайтын болып шықты. Менің ойымша демалатын кезде көбіне қысқа қалдыру керек сияқты, себебі шетелге демалысты дейін да. Себебі мысалы жазда Қазақстанның өзінде ақ демалуға болады. Соңғы уақытта әншіге деген сұраныс елімізде ғана емес, шетелде де артқан. Шілденің шіліңгір ыстығына қарамастан, бүгінде жұмысы қыза түскен. Жаз бойы Айқын Қытайдың 12 қаласында концерт өткізуді көздеп отыр. Жетеуін аралап тастадым. Осы маусым айынан бастап жетеуін барып 4-5 концерт беріп келем, барып 4-5 концерт беріп келем. Енді қазір барып 3 қалада 3 концерт берем. Сосын қайтып келем де, осы Қазақстандағы басқа қалаларда да концерт беруге. Жыл бойы жұмыс табуға болады ғой. Той болмаса да, мысалы, концерт ұйымдастырып барып, өз әндеріңмен, көрерменіңмен бөліскен, менің ойымша әншінің еңбегі сол ғой. Осылайша ми қайнатар ыстық күнде де Айқын демалмай шығармашылығын шыңдауда, сөйтіп алыс жақын шетелде танымалдылығын арттырмақ. Менің ойымша әншіге мүлде демалу болмайды сияқты. Сен құралай болсын. Үнемі халықтың алдында жүрген танымал өнер иелері сахнадан, той-думаннан, халықтың назарынан шаршағанда шетел асып, демалып, жағажайларда бала-шағалармен арқа-жарқа рахаттанып қайтуды қалайды. Әнші Нұрлан Еспанов та шетелде демалудан алдына жан салмайды. Семьямызбен көп демаламыз, енді шетелге шығып, шыны керек. Сол енді демалғанда да бір елді тастап барып демалмаймыз енді. Бір енді іс-сапарға мен шығам. Іс-сапарға шыққан кезде бала-шағамды алып кетем, ол белгілі бір іс-сапар. Сөйтем де бала-шағам демалады. Әнші аптап ыстықта қалаға симай кететінін жасырмайды. Оның ойынша әрбір адам жазда сергіп, өзенге шомылып, жағажайға күнге қыздырынып жатуға жет деген пікірде. Сондықтан болар ол әр жыл сайын отбасын алып шетелге қыдыратын әдетке айналдырған. Филиппин елінің Себу аралы, Қытайдың солтүстігінде орналасқан тропикалық Хайнань аралы, Түркияның Анталиясына жиі сапарлап демалатын көрінеді. Дегенмен маусымның соңына жоспарланған демалысы Нұрланның 4-ші рет әке атанып, дүниеге қыз баланың келуімен кейінге шегерілген екен. Алайда әнші жақында тағы да Түркияда теңіз жағасында демалысын өткізбек. Бұл жолы да жалғыз емес әрине. Келіншегімді алмаймын деп отырмын. Келіншегім кішкентаймен қалатын шығар. Мынау тағы да кіші қызым бар, үлкен қызым бар, баламды алып, үшеуін алып, өзім барып қайтама деп отырмын енді. Жазда енді жалпы әншілердің демалысы ай ғой. Анау аттарды байлап қойып, сосын жібергенде аттар шаубап жөнеледі ғой кең далаға. Біз де сол сияқтымыз. Әнші әрі продюсер Майра Ильясова жылына бір рет келетін демалыс мезгілінде немерелеріне көңіл бөледі екен. Жыл бойы тыным таппай еңбектенетін жұлдыз дұрыс демалуды да жақсы көретін болып шықты. Жазға дейін шаршаймыз. Бір ұйқымызды қандырып, бір кейде демалғымыз келеді, ауылға кетіп қалғымыз келеді. Менің жазда осы кейінгі бір 5 жылда әдетке дағдаға айландырғаным ол саумал ішу. Әнші жазда денсаулығына аса қатты мән береді екен. Шипажайларда ем қабылдап, көркіне көрік беріп, сымбатына сымбат қосуды көздейді. Бүгіннің өзінде 76 келі салмақ тартатын әнші аттай 11 келіге арықтаған. Спортпен айналыспаймын. Әйтеу басқадай өзім. Менің спортым таңнан кетем, кешке дейін жүрем. Көп отырмаймын, көп ұйықтамаймын, ерте тұрам, жай жатам. Содан да мен шынын айтсам спортқа күшім де жетпей қалады. Бұғының қанын, жылқының саумалын ішіп, денсаулығына ерекше күтім жасайтын жұлдыз жазғы демалыстарын мамыр айынан бастап кеткен. Париж, Дубай, Қытай, Испания. Бұл әншінің жазғы демалысында өткізген көрікті орындары. Енді әнші туған өлкесі Тарбағатайда демалып қайтпақ. Жұлдыздардың осы және өзге де жаңалықтарын біз қалт жібермеуге тырысамыз. Бүгінге осы.